Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін менің каналымда осындай творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Әдеттегідей қажетті ингредиенттерді описаниеде көрсетіп өтетін боламын. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, жақсылап елеп алатын боламыз. Оның үстінен шекерімізді саламыз, және де қамыр қопсытқышымызбен аздап шымшым тұзымызды салып бір шетке қойып қоятын боламыз. Енді сары майымызды бөлме температурасына дейін келтіріп алуымыз керек, яғни қатты болып тұрмау керек, міндетті түрде осындай жұмсақ болып тұру керек. Енді осы дайын сары майларды видеода көріп тұрғандарыңыздай төрт бұрышты бөліктерге бөліп алып, қамырымыздың үстінен салып, жақсылап біркелкі етіп қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, өте тез дайын болатын пирогтардың бірі. Міне осындай болып жақсылап қолымыздың көмегімен қамырды илеп алатын боламыз. Жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып алу керек. Менде міне осындай екі қамыр дайын болды, үлкен және кіші бөлігі. Енді бұл қамырларды біреуін үлкен бөлігін салқындатқышқа және кішкентай бөлігін мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Яғни біздің қамырларымыздың иіні қанып, жақсы керемет болып тұруы керек. Қамырларымыз дайын болғанға дейін біз начинкасын дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқаның үстінен бір немесе екі қасық шекерімізді салатын боламыз. Өзіміз тәттіні қалай ұнатсақ, егер тәттіні қатты ұнатсақ, онда шекерді көптеп қосуға болады. Енді оның үстінен аздап ванилин болса, ванилин ұнтағын салып жіберсеңіздер болады. Кішкене ерекше дәм келтіріп тұратын болады. Оның үстінен ірімшігімізді салып, барлығын жақсылап біркелкі етіп масса жасайтын боламыз. Яғни бұл біздің начинкамыз осылай дайын болатын болады. Бұл пирог өте оңай, өте тез дайын болады. Енді дайын формамызды осылай шеттерін майлап алатын боламыз. Үлкен қамырымды осылай негізін основасын осылай жақсылап біркелкі етіп орналастырып алдым. Бұл жерде вилкамен кішкене тесіп жіберуді ұмытып кеткен екенмін. Және де екінші бір жағдай, менің формамның диаметрі 26 сантиметр, яғни ол өте тым үлкен болды. Максимум 20 сантиметр диаметрге арнап жасасаңыздар өте керемет шығады. Енді осының үстінен біз салмамызды салып, начинкамызды салып, жақсылап барлығын осылай бір тегіс етіп, біркелкі етіп жайып алатын боламызды. Оның үстінен біз міне кішкентай бөлігімізді морозильниктен алып, осылай жақсылап теркадан өткізіп, осылай өткізіп аламызда. Енді дайын болған массамызды қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне менде осындай пирог шықты, ас болсын.